Баршаңызға сәлем. Бүгінгі өтетін тақырып жүректің өткізгіштік жүйесі. Жүректің өткізгіштік жүйесі жүректің жұмыс істеуіне маңызы өте зор. Өйткені жүректің өткізгіштік жүйесінің әсерінен жүректе қан айдалып, оның автоматизмдік қызметі атқарылады. Суретте көріп отырғандарыңыздай жүрек 4 камерадан тұрады. 2 жүрекше және 2 қарынша. Оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша және сол жақ қарынша. Яғни алдыңғы тақырыпқа орала кететін болсақ, жүрек жалпы автоматизмдік қызмет атқарады. Яғни жүрек өздігінен босаңсып жиырылады. Сонымен қатар жүрек бұл көлденең жолақты бұлшықеттерден тұрады. Және де жүректің жиырылуын систола, босаңсуын диастола деп атаймыз. Енді жүректің жиырылып босаңсуына осы әсер ететін жүректің өткізгіштік жүйесі бар. Жүректің өткізгіштік жүйесі бұл жалпы өткізгіштік жүйесі бірінші синартериалды түйіннен басталынады. Синартериалды түйін осы оң жақ жүрекшенің құлақшасымен және сонымен қатар жоғарғы қосты вена кава супериор екеуінің аралығында ортасында орналасатын осындай синартериалды түйін бар. Яғни атриум деп отырғанымыз бұл жүрекше деген мағынаны білдіреді. Латынша атриумды қазақша аударғанымызда жүрекше, ал вентрикулус деп отырғанымыз қарынша деген мағынаны білдіреді. Синартериалды түйін деп аталынатыны да сол себептен, яғни жүрекшенің жоғарғы бөлігінде орналасқан түйін деген мағынаны білдіреді. Бұл түйін жалпы осы жерде пейсмейкер жасушалары орналасқан. Пейсмейкер жасушалары осы автоматизмді қызмет атқарады. Яғни ол өздігінен жүрекке импульс жіберу арқылы, яғни жүректің бұлшықетті бөлігіне жаңағы импульс жіберу арқылы жүректе систола және диастола болғыздырып отырады. Яғни жүректің жиырылып босаңсуын реттеп отыратын осы автоматизм жүректің өткізгіштік жүйесі болып табылады. Ол жүрек яғни жиырылып босаңсуының арқасында жалпы бізде жүректі қарыншалар, яғни систоланың әсерінен қарыншалардағы қанды, мысалы сол жақ қарыншадағы қанды жаңағы систоланың әсерінен, яғни осы жүректің жиырылуының әсерінен аортаға айдайды. Үлкен қан айналым шеңбері осы жерден басталады, сол жақ қарыншадан басталып үлкен қан айналым шеңберіне түсіп, одан басқа бөліктерге, яғни организмдегі жасушалық деңгейге дейін оттегіге қаныққан қан барып, яғни тасымалданып, содан кейін көмірқышқыл газына қаныққан қан оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Яғни ол вена кава супериор арқылы келіп оң жақ жүрекшеге әкеліп құяды. Осы жерден үлкен қан айналым шеңбері аяқталады. Одан кейін кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншадан басталады. Оң жақ қарыншадағы осы жүректің жиырылуы нәтижесінде, яғни систоласынан оң жақтағы қарынша ол жаңа өкпе сабағына қарай қанды айдайды. Өкпе сабағына қарай қанды айдағаннан кейін ол өкпеге барып, көмірқышқыл газына қаныққан қан оттегіге қаныға отырып, сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Бұл осы жерден кіші қан айналым шеңбері аяқталады. Сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншадағы оттегіге қаныққан қан болатын болса, оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның бойында, яғни көмірқышқыл газына қаныққан қан болады. Яғни осындай бұл үлкен және кіші қан айналым шеңберді айтып отқан себебіміз осы жүректегі синартериалды түйіндегі автоматизмдік өткізгіштік жүйенің әсерінен, автоматизмдік қызметінің әсерінен жүректе жиырылып босаңсуының арқасынан қандар айдалып үлкен қан айналым шеңбері мен кіші қан айналым шеңбері болып жатқандығын айта кетеміз. Енді жалпы жүректің өткізгіштік жүйесі синартериалды түйіннен басталады дедік, пейсмейкер жасушалар орналасады дедік. Сол пейсмейкер жасушаларының ең басты негізгі несі, яғни қасиеті, ол өздігінен, яғни жасушаларды өздігінен қоздырып, соның әсерінен жаңағы импульс бере алады. Яғни сол жақ жүрекшеге бір тармақ береді. Одан кейін жаңағы мына жерде екінші АВ түйіні орналасқан. АВ түйініне қарай тармақ береді, және де сонымен қатар қосымша келетін тағы бір тармақ болады. Олар яғни ғалымдардың атауы бойынша сол жақ жүрекшеге келетін тармақ ол Бахман деп аталынады. Одан кейін Винке-Бах және Тарелі. Осы үш тармақ бойынша, тармақтың таралуына байланысты бірден синартериалды түйіннен импульс оң жақ жүрекше қоза отырып, сонымен қатар сол жақ жүрекшеде қоза отырып, ол барып АВ түйініне барып тоқталады. АВ түйіні деп отырғанымыз бұл атриовентрикулярлы түйін, яғни жүрекше мен қарыншаның ортасында орналасатын түйін болып табылады. Сол себептен де оны АВ түйін деп атап кеткен. Яғни атриум деп отырғанымыз жүрекше және де вентрикулус деп отырғанымыз бұл қарынша деп айттық. Яғни осы екеуінің атауынан АВ түйіні деп аталып кеткен. Және де сонымен қатар осы жерде шамалы кідіріліс болады. Кідіріліс болғаннан кейін ары қарай гис будасы тармағы болады. Гис будасында импульстер қоза отырып, яғни ол екі тармаққа, екі сол жақ және оң жақ қарыншаларға қарай тармақ береді. Бұны гис будасы деп атаймыз. Оң жақ және сол жақ аяқшасы. Сонымен қатар осының әсерінен қарыншаларда жиырылу болады. Және сонымен қатар майда жаңағы тағы да импульстер беретін соңғы импульстер, олар Пуркини талшығы деп аталынады. Пуркини талшығы бұлар да қарыншалардың жиырылуына әсер етеді. Яғни осы жүректің өткізгіштік жүйесіне байланысты жалпы бізде
жүректің импульсы құрастырылады. Соған байланысты тоқтала кететін болсақ, жалпы синартриальды түйін кезінде оң жақ жүрекшенің жиырылуы, сонымен қатар Бахман тармағының келуіне байланысты сол жақ жүрекшенің жиырылуы болады. Яғни осыдан П тішесі пайда болады. Оң жақ жүрекшеде, сол жақ жүрекшеде бір уақытта жиырылады. П тішесі бұл жүрекшелердің жиырылуына жауап беретін тіше болып табылады. Яғни мына бір бөлігі оң жақ жүрекшенің жиырылуы болса, ал қалған бөлігі сол жақ жүрекшенің жиырылуы. Яғни бірден бірдей екеуі жиырылып кету нәтижесінде осындай дөң пайда болады. Бұл П тішесі деп аталады. Яғни жалпы оң жақ және сол жақ жүрекшенің жиырылатын уақыты 0,10 секундты құрайды. Оң жақ және сол жақ жүрекше жиырылып болғаннан кейін АВ түйінде кідіріс болады. АВ түйінде кідіріс болған уақытта осы аралықта жүрек тынышталады. Пульстың АВ түйіне келіп тынышталуы, яғни жүрек изолинияда тұрады. Жүрек изолинияда, яғни П тіші мен Q-дің Q сегментінің арасы 0,08 секундты құрайды. Яғни осы аралықта жүрек тынышталып тұрады. Яғни бұның бір кереметтілігі жүректің тынышталып тұруы. Егер де болса аралықта ешқандай да тынышталу болмаса жүректе, ол кезде қарыншаларда бірден жиырылып, жүрекшелерде бірден жиырылу нәтижесінде қанды жүрекшелер қарыншаларға, қарыншалар жүрекшелерге айдайтын еді. Сол себептен де осы аралықта кішкентай АВ түйінде тоқталып тұруы бұл үлкен рөл атқарады. Келесі АВ түйінде кідіріс болғаннан кейін ес будасының тармағы оң жақ және сол жақ қарыншаларға қарай тармақтар береді. Және де осы тармақтардың арқасында қарыншалар сол жақ және оң жақ қарыншалар бірден жиырылады. Қарыншалардың жиырылуына QRS сегменті жауап береді. Яғни бұны комплекс деп атаймыз. QRS комплексі бұл жалпы қарыншалардың жиырылуы, оң жақ және сол жақ қарыншалардың жиырылу уақыты 0,10 секундты құрайды. Яғни осы аралықта қарыншалар жиырылады. Келесі Пуркине талшықтары. Пуркине талшықтарда бұларда қарыншалардың жиырылуының соңғы сатылары болып табылады. Пуркине талшығына импульс келуіне байланысты Т тіше пайда болады. Яғни бұл жүректің қарыншаларының соңғы жиырылу сатылары болып табылады. Жалпы QRS интервал Q-тің аралығы 0,35-0,44 секунд аралықты құрайды жиырылу уақыты. Осылайша жүректің жиырылуы қайтадан синартриальды түйіннен басқа пульстың берілуі осылай қайталана береді. Баршаңызға соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер тақырып ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.